Ассалаумағалейкум қазақ елі, сериал арнасына қош келдіңіздер. Және де жүргізушісі мен Мадияр Пернебай. Достар, бүгін бізде мінекей акуламыздың кезекті бөлімі. Бүгін біз мінекей Астана қаласында почти қар еріді. Бұдан кейін жаумайды деген ойдамыз. Сол себептен бүгін біз парок, спойлер деген сияқты косметикаларды қондыратын боламыз. Ол осы видеосын толықтай көретін болсаңыздар, алдымен видеомызды бастап алайық. Кеттік. Ажап айтқан құрметті көрермендер, негізі мен осы көлік сатып алған кезде, мынау бампері өзімен келді ғой, білесіздер ғой. Алдыңғы артқы бампері Юрол деген мынандай фирма бар. Осындай тюнингованный бамперлерді шығаратын. Бамперді аласың ба, жаңағы пароктарда комплект жүреді. Сондықтан да мен көлікті алған кезде комплектте пароктарды бірге берген болатын. Ескі хозяйны маған бұл негізі қыстың күні салмай қойған дұрыс, сонда қар парға тиіп түсіп қала береді деді. Ертең қар ерген кезде сабасаң негізі четко көрінеді деген. Сол парогын алып қалдық, бірақ ода да кішкене соққан ба, ұрған ба, кішкене сырылған, жырылған жерлер бар еді. Сол парокты апарып, боятып, краскілетіп, в общем, четко істеп қойдық. Сондай-ақ сол Юрол фирмасынан мен өзім отдельно біздің серіктесіміз арқылы спойлер заказ бердік. Жаңағы тағы майда-шүйде мелочь детальдар бар. Соның барлығын бүгін біз видеода қондыратын боламыз. Олай болса бүгін видео қызықты болады деген ойдамыз. Ал сіздер экраннан жасап жайғасып алыңыздар. Ал біз видеомызды бастай берсек. Мынау бізде достар парогымыз өзінің мінекей мокрый асфальт цветті, және астыңғы жағы негізі черный мат болатын. Осына глянцқа бояттым. Әзіртімді мінекей менде осы глянцпен, осы спойлер екен глянц қылдым. Енді келесі бір алдағы уақытта екі бампердегі черный пластмассалардың бәрін осы сияқты глянцқа бояйтын боламын. Так, мынау бізде ары бет екен, қараңыздар қалай тұратын. Бұл негізі достар мына жерге двухсторонний скотчпен отырады. Жаңа ғана мінекей көлікті жуып келдім. Наның барлығын жақсылап обезжиривательмен сүртіп, двухсторонныйда қыздырып фен арқылы түспейтіндей қылып жабыстыратын боламыз. Олай болса бүгінгі видео айтатын бол, тема болайын деп тұр. До түрін жаттап алыңыздаршы, без спойлері, без порога, без майда-шүйде детальдарымен ше. Соңында нәтижесін көрген кезде кәдімгідей бит өзгерейін деп тұр ғой, кәдімгідей ше. Мына жерге достар жаба деп айтамыз, пластик бар. Оны біздің серіктесімізден сатып алған болатынбыз. Лада Тюнинг Астанаға көп-көп рахмет. Бұл не үшін? Қараңыздаршы, қараңыздар, жақындап қараңыздар. Мына жерден кәдімгідей су кіреді. Бұның жартысы ағып кетуі мүмкін, жартысы багажда тамып тұрады. Кроссстарда бұндай проблема жоқ. Именно осы Вестаның седандарында осындай проблема пайда болған. Сондықтан да сол проблемадан құтылу үшін біз жаба деген пластик сатып алдық. Соны қазір қондырамыз, спойлер қондырамыз, және де бізде Лада деген надписті құртып, лучше Веста деген надпис жапсырып қойған дұрыс сияқты. Айтпай жаңағы Лада, мынау майда-шүйде Веста, Азия, Авто дегендерді бүгін құртып тазалайтын боламыз. Олай болса, құрметті достар, өткендегі соңғы бөлім бізде фары болған. Енді фардан кейін бүгін біз мінекей көктем келді. Парок, спойлерді қойып, бүгін көліктің түрін тағы да одан сайын әрлендіретін боламыз. Ендеше не тұрыз? Іске кіріспейміз ба? Кет. Мінекей шеттерін осылай басып аламыз. Мына достар мінекей нақты нық болып отырады, қараңыздар, лавойға тақалып тұр, көрсетер ма? Пластик мына жерден ашық болмау керек қой, короче. Нық отырады былай. И отырып болған кейін пластиктің шеті мына кузовтың резина тағатын жермен бірдей болып тұрады. Прям екеуі бір линияда жатады. Дәл соның үстіне екеуінің үстін басып, екеуіне, короче, мына екі бит тұрған темірге резина үстінен бит басылады ғой, түсіндіңіздер ма? Мына резинасы солай киіледі үстінен. И шетінен былай киізіп шығамыз. Сонымен, короче, болды ғой. Ешқандай жерін клеймейді, шұруп, гайка деген нәрсе керек емес. Мынаның өзі осылай ұстап тұрады. Енді қараңыздар, міне багаж жабамыз. Көрдіңіздер ма? Қалай жабылды. Айтпайша бұрын мына жерін ашып, осынша нәрсе ашып тұрады да, су кіреді. Ол суың тұрып, нәрсенің шірейді, короче. Сондықтан да осындай жаба деген нәрсені қондырып алғандарыңыз жөн, достар. Достар, мінекей алғашқы екі детальді қондырып алдық. Енді бізде қазір спойлер. Мінекей қазір Аян бауырымыз көмектесіп жатыр. Спойлерге біз қазір 3M деген скотчты жабыстырамыз, және де осыны қыздыру арқылы жабыстырмастан бұрын жаңағыда обезжиривательмен бетіндегі майда кірлерді бір алып шығамыз. Мынаны мен специально черный глянц алған болатын. Екеуі бір-бірін жақсы поддерживать етеді деген ойдамыз. Мынаны енді черныйға ұстасақ кішкене қате болып қалатын сияқты, грубо болып қалады. Мен алған кезде мына шетінде бір кішкене мячинасы бар. Осы мячинасын бүгін спойлер жабатын болады. Жалғыз ғана мячина еді өзі. Олай болса бізде мінекей достар, негізі мұндай нәрселерді двухсторонныйлар мынандай 3M деген скотч болады достар, прозрачный. Андай черныйны алмаңыздар. Черный деген
дұрыс жабыспайды екен. Ондайдан күйдім мен талай. Мына прозрачныйлары, мына қараңыздар. Короче, прозрачныйлар өте кетіп жабысады. 3M'нің де оригиналы бар. Иә, 3M'нің оригиналы бар. Китайскіні алмаңыздар. Так, короче, мінекей қондырып болдық. Әдемі орналасты, жылтырап. Негізі, аттан былай қарасаңыздар. Біттен не то, я? Көрсетер ма? Мынау черный глянец, спойлер. Надпись черный глянец. Енді алдағы уақытта біз мына бампердегі қара детальді черный глянцқа қойсақ, вот сол кезде екі черный глянцті бірін-бірін әдемі ашатын сияқты ма, бұлар қалай өзі. Қазір соңында енді полны жуып, шайып, тағыдан мұсырларды алып, нәтижесін бірақ көрсетемін. Әзірге достар, мінекей надпись Вестаға ауыстырдық. Мына екі майдақшалы шнипті алып, тазалап, полировать етіп, ізі қалмау үшін. Новый спойлер қондырдық, сондай-ақ мына жерге жабамызды қондырып алдық. Енді достар, бізде қазір порогтар қалды. Порогтар деп отқанымыз ол сыртқы порог бар, және де накладка на пороги деген нәрсе бар. Естеріңіз достар, мінекей өткенде осындай 14-ке қондырған болатынмын. Бұны алдын менің негізі приорада болған. Бұл менің ауылым ғой. Любой машина алсам осындай железный накладка на порогиді қондырып алғым келіп тұрады әйтеуір. Вестаға да бар. Мінекей өзіміздің серіктесімізден Лада Тюнинг Астанадан алдырдық. Осы жерге 4 есігіне 4-еуін жылтыратып қойып қоймыз ба. Рекомендация по установке наклад пороги. Екі-ақ шаг. Сосын андай антижирный, короче, бір несі вот спиртной. Не мындай влажный салфеткасы вот. Жабыстырмастан бұрын бірінші осымен сүртіп аласыздар. Егер сіздер антижир болмаса, обезжир, антижир деп тұр ғой. Так, олай достар, мінекей біз қазір арқасынан бастап қондырғалы жатырмыз. Және де достар, мынандай бір ақ защитный пленкамен шығады. Бұны сіздер ойлап қалмаңыздар. Өткенде біреу айтып, мен осыны сатқам ғой. Біратынан біреу ғана хром, қалғандарын бәрі аппақ қой, немеге мен алдағасын дейді. Жігіттер, мына короче, мындай пленкасы алынады бетінде. Короче, ешкімді алдау емес. Ашшы бетін, сәл ашшы. Сәл ғана ашшы, міне қараңыздар. Бетінде осындай ақ пленкасы алынады. Оны негізі қондырып болғаннан кейін алып тастағандарыңыз жөн. Міне көрсете ғой, дәл осылай алып тастайсыздар. Алып тастамасаңыздар, қазір. Мінекей порогтарымыз да бітті. Мінекей жылтырап тұр, хромированный өте керемет. Айтады ғой, мелочно приятно. 4 есігіне де қойып қойдық. Артқысына да дәл осылай, мінекей қараңыздар. Дәл осылай. Оң жақта есікті ашқан кезде де мінекей қараңыздар. Өте тамаша. Негізі мына жерде қазір бізде гараж кішкене аздап қараңғы болған, онша көрінбей жатыр, бірақ мынаның өзінде нормально, қараңыздаршы. Есікті ашасың бірден кейін. Андай да бір әдемілеу көрініп тұрады. Чем кузов болып тұрғаннан гөрі анда декоративный деталь деп айтады бұны. Қондырып жүрсеңіздер, негізі чем ана кейбір жерлерде бар қағаз сататындар. Қағазға қарағанда мынау қайта прочный, сырылмайды, жырылмайды, түсқамайды. Өте керемет жабысты. Енді бізде соңғы достар, долгожданный момент бұл бізде порогтар. Порогтарымызды шығардық. Енді оларды қазір обезжиривать етіп тазалап, бұларды енді кішкене астынан жатып тұрып қалдырмасақ, бұлардың астында резинасы бар. Осы резинаны астындағы мына кузовқа, мына детальға ғой, осыған кигізу керек қой, көрсеткен кезде. Түсіндіңіздер ме? Негізі бұл порог маған дейінгі хозяин қойғанда, если қыстың ойы бір қалың қатты қар жерге өтемін деп, порогы тиіп төмен түсіп қалған көрсетші. Енді бұдан шыққан түйін. Бұл порогтың, мысалы, калина, гранталарды қарайтын болсаңыздар, шеттеріне қатырып қоятын шұрттары болады, тесіктері. Қатырып қойсыздар, сен мына клең ажырап кетсе, ана екі шұрттарын қайта ұстап тұрады да, түсіп қалмайды. Бұдан ондай нәрсе жоқ екен достар. Сондықтан да біздің басты мақсатымыз ең мықтанында достарына скотчты алдық. Жаңа айтатын прозрачный 3М деген, және де мынаның бетін жақсы обезжиривать етіп жабыстырдық скотчты. Және де кузовты да тағы да обезжиривать етіп тазалаймыз. Сосын қыздырып бағанағыдай сөйтіп жабыстырмасақ, одан басқа вариант жоқ сияқты. Енді одан түспейді деп ойлаймын. Жаңағының өзінің мысалға спойлерде сәл бүйтіп жабысты да, одан кейін короче алыну қиын ғой. Құдай қаласа мынаны да солай жабыстырамыз қазір аян браттың көмегімен. Олай болса, іске кірісейік, көрейік. Егер де мүмкіншілік болып жатса, екі шеттен хотя бір-екі тест тауып, негізі барынша более страховать еткеніміз дұрыс болар деп ойлаймын. Егер де орын болып жатса, әрине. Олай болса, көп сөйлемейік, істейік кетті.
болса видеода өтмесіне жетті. Мінекей Аякеміздің арқасында, дұрши, Аян бауырымыздың арқасында осындай керемет жұмыстар бітірдік. Негізі былай қарасаңыздар, электрик жұмыстар емес, былай қарасаңыздар косметика, жабыстыратын, жаңағы доработка деп айтамыз ғой. Сонда айтты мінекей осы Аян бауырымыздың арқасында бітірдік. Жалпы негізі қалай былай, қандай өнерлерің бар өзі? Электрик жаңа көрсеттік. Мынандай жұмыстарды қатырады екен. Коробка, мотор, ходовка. Тағы да бір білетін достар, егерде автозавод қондырғыларыңыз келетін болса, осында келіңіздер, автозаводка, есігін пультпен ашып жауап береді, бәрін істеп береді. Олай болса достар, мінекей көп мақтамайық. Осы жігіттің арқасында мінекей бүгін көлігімізге доработка жасап, порогын қондырдық, спойлер жабыстырдық, анау бар, мынау бар, в общем, барлығын істедік. Қазір жуып шайып соның нәтижесін көрсететін боламыз. Ал осы достар, егерде кімде-кімге Астана қаласында электрик қажет болатын болса, Қобда 2/1 торговый дом автомат S102-ге келесіздер, 14-15 подъемникке келсеңіздер, Аян және де Диас деген жігіт жүреді. Осы жігіттерге обращаться етсеңіздер болады. Толыққан нөмірін өшіріп қалдырып кетемін. Өзің сөйлесе бересің, родной, если что, любой жаңа келсе беріңіздер, алдынан запись жазып қойсаңыздар болғаны. Ал адуши тағы да. Кеттік, машина жуып қайнайық. Алдық құрметті көрермендер, мінекей дальгаждан момент көлігіміз жақтап жуып алдық. Сіздерге әдемілеп қазір нәтижені көрсететін боламыз. Былай негізі аттан бүйтіп қарасаңыздар, әжептәуір вид кірген негізі арқасында. Просто ана бамперлерін ертең черный глянцқа бояп аламыз. Вот сол кезде супер болады деп ойлаймын. Ал сток жақсы көретіндер, брат, колхоз, көрмей қойыңыздар, пожалуйста. Менің каналым антисток былайша айтқан кезде. Машинаны істеу керек, тюнингтау керек, көшедегі обычный методдан ерекше қылуымыз керек қой. Олайса нәтижесіне жақыннан қарап кетейік, қараңыздар. Өткен жолы біз естеріңізде болса артына фары салдық. Мынаның өзі негізі әжептәуір вид беріп тұр. Жақпаған күннің өзінде де. Сондай-ақ мінекей черный глянцевый түсте мінекей спойлеріміз және де соған подсвет черный глянцевый Веста деген надпис жабыстырдық. Екеуінің өзі әдемі. Негізі кейбіреулер мына багаждағы молдингті да черный глянцевыйға ауыстырып қояды. Ол уже, по-моему, шлип қоятын сияқты андай бір колхоз болып қаламын деп ойлаймын. Бірақ енді әркімнің вкусы әрқалай ғой. Мен осылай қалдырғым келіп тұр, өз цветінде. Просто ертең алда уақытта мынаны біз черный глянцевыйға бояған кезде, вот сол кезде екеуі бірін-бірін жақсы поддерживать етіп, арқасына әдемі вид кіреді деген ойдамын. Артқы бампердің мына жерге білесіздер ғой, антицарапка деген накладка қойылады. Өкінішке орай именно мына бамперге жоқ екен, бірақ обычно стоковый өзінің бамперлеріне антицарапкалары бар. Мынаған егер тапқан жағдайда ертең алдағы уақытта мүмкін қондырып аламыз, оны алдағы уақытта көре жатармыз. Арқасынан айтатын дүниелер осындай. Спойлер, надпис, айтпақшы, мынау бар ғой. Міне қараңыздар, мына пластиктің өзі қаншалықты көрініп тұр. Значит, соншалықты мына жерде щель бар деген сөз. Естеріңізде болса, біріншіден до версиясында көрсетіп кеттім ғой. Мінекей жаптық, как положено, әдемі. Су кірмейді, смело, багажың құрғақ жүреді. Осы накладканы қондырып алдық. Сондай ең бастысы, ол әрине достар, бізде порог. Порогтың екі түрін қондырдық. Ол әрине бізде обычный өзінің мінекей порогы, и сосын накладки на пороге деп айтамыз. Обычный порогтың өзін отырып қараңыздар, мына қараңыздар. Дискпен, мына порог өзінің цветінде заводской, но негізі дұрыс сүртпеген ба. Черный глянцевыйдан бояттық. Вот енді вид кірді ма дедім ғой. Енді кішкене достар, енді посадка керек. Сәл бір минус 50 жатқызатын болсақ, вот сол соска болады деп ойлаймын. Алдағы уақытта әлде бізде летний резина бар. Резинаның өзі де сәл надан жіңішке болады. Посадка жасау керек. Вот сол кезде сыртқы жұмыстар бітеді. А так былай негізі сыртынан примерно жұмыстар бәрі бітіп тұр. Полный фара, мара, ABS, бампер. Тфай-тфай, бұл машинаның кузовы родной краска. Бәрі жақсы, енді полем 2017 родной болмана қайда болады. Сондай-ақ ең бастысы ол, мына жақтан көрсетейік. Есікті ашасың, хромированный деталь тұрады. Мелочь, но приятно, да? Өткен жол естеріңізде 14-ке қондырдық. 14-те бірақ 14 болмаса ВАЗ, Самара деген надпис вообще жоқ. Мына жерде бізде Веста деген жазу бар. 4 есігінде де қондырдық, 4 есігінде де жазуы бар Веста деген. Мінекей арқасында да соска ма? Соска. Бұндайды мен алдым природада қондырғам. Бұндайдан уже опыт бар. Так, жалпы олай болса бүгінгі видео примерно осындай мінекей. Порог, накладка на пороге, спойлер, надпис, мына жаттардың барлығын қайдан алдым деген сұрақ туындайды ғой осы жерде. Құрметті көрермендер, білесіздер, алдында мен айтып жатық, өзіміздің досымыз қазіртінде осы Лада көліктеріне тюнингінің запчастары магазин бар еді, сонда қазір досым жүргізіп келіп жатыр. Лада тюнинг Астана. Осында кірсеңіздер, осындай жаңағы порог дейсіздер ме, спойлер, жаңа Веста надпис дейсіздер ме, накладка, барлығы бар. Толыққан инстаграмнан мына жерге қалдырып кетейін. Не только бұл жерде пластиктер, сондай-ақ электронный запчастардан бізде мына жерде тюнинговый щитоктар, қазіртінде білесіздер хит болып жатыр. Сол жерден алдырсаңыздар болады. Негізі бұл магазин енді қазір қарқынды дамып келе жатыр. Өзің дүкенде тұрған көп запчастарды әлі инстаграмға толық шығармаған. Сол себептен өзіңізге керек заттарыңыз болса, сол инстаграмға жазыңыздар, не болса нөмірге хабарласып сұрасаңыздар болады.
Ал достар, бүгінгі видеомыз осында. Егер сіздерге ұнаған болса, білесіздер, лүпілдеріңіз айнымай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарийге керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана кездескенше аман сау болыңыздар.